Жибалау қызмет өкілдері, эмоционалдарды жылыту және оларды үйлетіп талау. Бүгін екінші күн оқу жаттығуымыз жалғастыруда. Өскемен қаласы Шығыс Қазақстан облысында болып жатыр. Өйткені бұл регион өздеріңіз білесіздер, сейсма қауіпқа жатады. Енді бірінші мақсатымыз біздің халықты үйрету, халық өзінің қандай қай жерде тығылу керек, қай жерде қорғану керек, қай жерге бару керек, соны білу керек. Одан кейін біздің өкілетті органдардың бәрін өзінің жұмыстарын бірге атқарып, көмекті көрсету үшін, одан кейін қай жерде қандай біздің құралдарымыз бар, қандай күштеріміз бар, солардың бәрі бүгінгі оқу жаттығуда көрсетіп жатырмыз. Қаламызда республикалық жер оқу жаттығу жиындарының екінші күні өтуде. Бұл жер сілкінісі болған жағдайда біз қалай жұмыс істеуіміз керек, соны жаттығып, көріп, біліп, үйренуіміз керек. Бұл жерде біздің қала әкімдігінің екі бағыты бар. Біріншіден бұл адамдарды дайындау, адамдарды хабарландыру, оларды шығару, оларды құтқару жұмыстары. Екіншіден біздің қалалық мекемелердің жұмысы. Ол энергетиктері болсын, ол жылу жүйелері, ол су жүйелері. Осы жұмыстардың барлығын үйлестіру үшін осындай оқу жаттығу жиындары өте қажет. Өйткені себебі, егер ондай болған жағдайда біздің барлық қызметкерлер, барлық мекемелер, қаланың тіршілігін қамтамасыз ететін ұйымдардың барлығы бір тәртіппен жұмыс істеу керек. Сондықтан да осы оқу жаттығу жиындары өзінің нәтижесін берді. Мамандар тағы да өзінің біліктілігін арттырды деп есептейміз.